Шымкенттен 3-те шығып 6:30-да жеттік. Яғни жол ұзақтығы 300 шақырымнан асады. Ассалаумағалейкум қадірлі ағайын, өздеріңізбен бірге мен Нұржан Жақсылық. Бүгін біз достарымызбен бірге Мақтаарал ауданында орналасқан Сырдария өзеніне келіп жеттік. Мына жағында камерасында көресің, өзің түсіре бересің да. Сәлем достар деп қойып. Ана басылып отыр екен ғой да. Дарияға кетіп болдық, Дарияға. Құдай қаласа сазан деп жатырмыз енді. 4 килолық 2 сазан, 3 килолық 6 сазан. Соған қанағат қылып жатырмыз, Құдай қаласа. Бір лақа болса, бір 9 килолық лақа шығарам ба деп қойып бағдатым. Мына жігіт шығарам дейді. Көреміз енді. Жаз болса жарқыраған көлдің бет ауай, көгеріп көрінеді япырай, алыс шет ауай. Дірілдеп толқын басқан мөлдір суың, шайқайды жас баладай япырай, желдің лебі-ай. Шайқайды жас баладай япырай, желдің лебі-ай. Алтын буайна көлдің бетін жабарай, ақ сәуле көктен төніп япырай, маржан тағарай. Есімде ақ сәулеңді алған кезде ай, ақ моншақ жылт-жылт етіп япырай, жерге тамарай. Ақ моншақ жылт-жылт етіп япырай, жерге тамарай. Майда балыққа тартысына қарасаң, майда балыққа да ұқсамайды. Шығарып көреміз. Тек кетуі мүмкін мүлде. Балық жоқ. Чек кеткен өзім. Бәке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай балық аулау? Біз бисмиллада бастадық енді. Қазір көреміз, Құдай қаласа. Тұрдып отыр пока.
жеп кетіп отыр ше. Жақсы. Әдемі қылып салып жатырық. Жас Құдай қаласа біреу түседі. Жалпы балық аулау несімен қызық бауырым? Балық аулау деген мидың несі ғой. Миың рахаттанып, демалып қайтасың да. Тып-тыныш. Телефонды өшіріп тастайсың. Телефонға ешкім звондамайды. Негіз судың жағасында, өйстіп тыныш жерде қармақтың басына қарап отқанға не жетсін, машалла. Бар сияқты ма, жоқ сияқты ма, түсінбей жатырмын. Бар екен. Хищник балық мынау, судак. Судак па? Судак. Судачок па? Судачок. Нарезка сасақ болады екен, мынау. Судактар бар, хищник балықтар бар екен. Кішкентай майда балық тастап, соларды кесіп, соларды сасақ болады екен. Енді келесі. Нарезка салумен айналысамыз енді. Нарезка саламыз. Нейді майда. Жағадағы майда балықтарды салуымыз керек. Бәке қалай? Ұстадыңыз ау деймі? Бүгінгі ұстаған бірінші балығым, Құдай қаласа. Нарезке кетеді бірақ бұл. Настроение көтеріп қалды. Тамаша. Жалғаса берсін. Сұмдық қой ма? Бірден әлі алмайын. Жай. Әлі алмайын. Ағаш па. Айттым. Қазір қармақтарға шылаушан салып ақтырып көреміз. Екінші қармаққа жүгері салып көреміз. Жүгеріге қалай болады екен көреміз. Қазір бірінші балық шылаушанға түсті. Келесін енді қазір біреуіне шылаушан, екінші қармаққа жүгері салып көреміз. Майдалау, сол себепті көптеу қылып саламыз. Шылаушанды бір күршектің басына үшеу немесе төртеу шылаушан салу керек. Біреу салса жеп кетуі мүмкін ба қалай? Біреуін жеп кетуі мүмкін, иә. Жалғыз кішкене ғана шылаушан болса, үлкен басқа балықтардың назарын аудармауы мүмкін. Сол себепті былай етіп көп жыбырлап тұрса, қимылдап, ол басқа балықтардың назарын өзіне аударады, көбірек аударады. Майда балықтар көп жиналған жерге ірі балықтар келеді. Сол ірі балықтар түсуі мүмкін. Сол себепті осылай етіп саламыз. Жалпы біз келген орында қандай балықтар көп кездеседі? Қазір Сырдарияда біз келген жерде сазан, карась, судак, жырық, лақа, жылан балық секілді балықтар, жаңағы леш, жаңағы майда балықтар, ақ балық дейді. Осы балықтар бар. Қазіргі көп түсіп жатқаны карась пен сазан. Негізгі бүгінгі мақсат сазан ұстау. Бісміллә.
мен ойымдағыдай түсті. Былай қойып қоямыз, тартылып тұрады. Сразу тұрды да көрші түсінбей қалдым. Ойлам ана ашин бір нәрсеге таяқ ағаш па бір нәрсеге ілінді ма сол тиіп жатыр ма деп сразу түсе салысымен түрткенге түсінбей қалдым да. Балыққа әлі келмегендер, қызықпайтындар. Енді балықшы үшін ең қызығы сен балықпен күресу дейді ғой. Сол да балық тартқан кезде қолға берген дірілдер, адреналин ең қызық сәттер сол да балыққа келмегендер болса келіп осылай демалып сондай нені көрсе болады да. Миды тынықтырады, демалдырады. Мысалға тартып жатыр мынау. Қазір тағы бір жақсы тартса тартып аламыз. Әлі тартып жатыр. Әрі әзірге білмейді бар жоқ, қазір көреміз. Жақындата кет. Бар болса да майда балық ғой. Күресу жақсы балық бар екен. Жақсы күресіп отыр. Жоқ екен. Шығып кетті. Дегенмен жақсы тартты. Маммен түкте отырып подсекать ету керек болды ғой. Анау басында несі грузила ауыр болып жатыр. Ана грузила жерде жатқан кезде кішкентай балықта келіп тұртсе, ана грузила қимылдамайды. Мынан басса сәл қимылдайды даған білінбей қалып жатыр да. Көбісінің қателігі жаңағы енді бастап жатқан опыты аз балықшылардың көбісінің қателігі былай етіп шылаужанды біреу етіп салады. Бұл көп жағдайда үлкен балық түсуіне шанс аз. Сосын жаңағыдай қармақтарын бір қармақ сап алып оған қарамай екінші қармағын дайындап жаңағыдай кетіп қалады. Жөнді бақыламайды. Көбісінің қателігі сол енді бастап жатқан балықшылардың. Балықтың түрткенін, тартқанын ұзақ күтетін жағдайлар болғанда жаңағы 3 қармақ, 4 қармақ дайындап сала беруге болады. Қазір бізде балықтың тартып жатқанын жақсы тартып жатыр. Бір қармақты жақсылап бақылап қарап отырмасаң басындағы шылаужандарын жеп кете береді. Сол себепті қарап отыру керек. Бірінші бастаған балықшыға бір екі қармақ жеткілікті деп ойлаймын өз басым.